Сынақ. Жалпы адам баласына сынақ жақсыда және жаманшылықта болып келеді. Сынақ дегеніміз бұл сонау Адам алейхиссалам жаралғаннан бері, тарих бастап алғаннан бері келе жатқан Алланың құрған заңдылығы болып есептеледі. Алла тағала осы сынақ арқылы мұсылман адамның пайғамбарлардың дәрежесінде көтеріп, ізгі адамдардың күнәстерін, қателіктерін кешіреді екен. Демек, мұсылман адам Алланың сынағына қарсы көлденең тұрмай, керісінше Алланың сынағынан кешірім, мейірімділік үміттенеді. Бұл жөнінде Құран-ы Кәримде Алла Субханаху ва Тағала былай деді: "Астағиз билла, ва ланаблуаннакум хатта нa'ламал мужахидина ва минкум вас-сабирина ва наблуа ахбаракум." Алла Тағала біз сіздерден қайсыларыңыз өте белсенді және қайсыларыңыз сабырлы екендіктеріңізді ажыратуымыз үшін хал ахуалдарыңызды сынақ қаламыз деді. Яғни біздің жағдай күйімдеріміздің барлығы, өмір сүріп жатқан жағдай күйіміздің барлығы сынақтан тұрады екен. Ауырына да және жеңіліне де сынақтан өте көркем түрде өтіміз керек екен. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен бір мұсылман адамның жағдай күйіне таң қалам" дейді. Оған бір қуаныш, молшылық, жақсылық келсе, шүкіршілік етеді. Ол сол үшін оған жақсылық келеді дейді. Көрдіңіздер ме? Ал енді басына қиыншылық, қайғы қасірет келсе, сабыр етеді. О да ол үшін жақсы болып келеді дейді. Яғни ғұламалардың айтқан сөздерінен және бір сөзін айтатын болсақ, 4 нәрсе жәннаттың қазыналарынан деген. Ол біріншісі қайғы қасіретті жасыру, екінші садақаны жасыру, үшінші жоқшылықты жасыру, төртінші аштықты білдіртпеу. Ал енді хадис қиссаларға келетін болсақ, Ибн Мас'удтан жеткен хадисте, ол кісі Ибн Мас'уд радиллаху анху, Алла одан разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына кіргенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты уайымдап жатқан күйде байқайды. Сонда Ибн Мас'уд: "Я Расулалла, Алланың елшісі, сіз қатты уайым кешіп отырсыз ғой" дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иә" дейді. Сонда Ибн Мас'уд: "Демек сіз онда екі адамның сауабын алып жатыр екенсіз ғой" дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Қандай бір мұсылманның басына жағдай күйіне қиыншылық, жоқшылық, ауыртпашылық, уайым қайғы келсе, тіпті аяғына тікен кіріп уайымдаса да, Алла тағала оған күнәларын кешіріп, жаңағы уайым қайғысына шыдағанына бір сауап, және Алланың жақсылығын үміт еткеніне 2 сауап жасады" деген пайғамбарымыз. Мінекей, демек, мұсылман адамның жағдай күйінің барлығы қандай да бір сынақ кешсе, уайым қайғыда сынағынан өтсе де, молшылық, жақсылық, қуаныш сынағынан өтсе де, мұсылман адамның жағдай күйі Алланың алдында сондай бір қайырлы болып есептеледі, көрген жамағат. Сол себепті біз ешқандай Алланың сынағына қарсы шағым айтпай, кез келген Алланың сынағына біз дайын тұрмыз керек екен, көрген жамағат. Алла разы болсын, көп рахмет.